Халық пайдаланатын жайылым жердің көлемі 740 мың гектарға, немесе 21%-ға артады. Түркістан облысы аумағындағы жайылым жерлерді қайтарудың 5 бағыты қадамдық алгоритм әзірленді. Облыс әкімінің тапсырмасымен дайындалған жоба бойынша жайылым тапшылығы орын алған 152 елді мекендер маңындағы халықтың мұқтажына алынатын учаскелер анықталып, басымдық берілді. Бұл туралы өңір басшысы Өмірзақ Шөкеевтің төрағалығымен өткен лездемелік мәжілісте айтылды. Отырыста облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы Самат Рамазанов жер саласына қатысты берілген тапсырманың орындалуы туралы баяндады. Бекітілген іс жоспарға сәйкес ағымдағы жылы бірінші жарты жылдықта 66,4 мың гектар, екінші жарты жылдықта 63,2 мың гектар, жалпы 130 мың гектарға жоқ жайылымдық жерлерді халықтың мұқтажына алу жоспарлануда. Алынатын учаскелер нақтыланып жатыр. Нәтижесінде жыл соңына дейін халықтың пайдаланатын жайылым жерлердің көлемі 742 мың гектарға немесе 21%-ға артпақ. Жалпы Түркістан облысында 3 миллион 200 мың гектар жайылымдық жер бар. Жайылым жерлерді елді мекендер шегіне енгізу жолымен ауылдық округтер әкімдерінің тікелей жауапкершілігіне беріледі. Тұрғындардың басқа да мұқтаждығына қажет болған жерді жергілікті қоғамдық бақылау ұйымдарының келісімі қажет. Бұл бағыттағы жұмыстар халықта жайылым жермен толық қамтылғанша тұрақты бақылауда. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің төрағалығымен өткен лездемелік мәжілісте Түркістан қаласы аумағын көгалдандыру бойынша атқарылған жұмыстардың барысы жайлы жауапты басқарма басшылары баяндады. Қаланы көгалдандыру үшін облыс аудандары мен басқармалар 32 секторға бөлінген. Әр сектор 10 мыңға дейін ағаш көшеттерін отырғызып, су жүйесін орнатып, ұңғымалар қазып, насостар қоюда. Газон егіп, жаңбырлатып суару жүйесін енгізуде. Қала аумағында терек, қарағаш, шырша, шаған, арша, үйеңкі ағаштары отырғызылды. Желден қорғау мақсатында ағаш тіреуіштер орнатылып, 4 жағын жіппен тартылды. Алда ағаштарды паспорттау басталады. Қала 3 аудан, 6 басқарма бекітілген, 10 сектор. Енді мына аудандарға келетін болсақ, Кентау қаласы мен Шардара ауданында жұмыстар жақсы деп айтуға болады. Бірінші мына Кентау қаласында бізге 9 көше бөлінген, 9 көшесі бар. Бұлар 9 көшесінің бүгінгі таңда 6 көшесіне тамшылатып суғары орнатты да 3 көшесі қалды. Жұмыстары жақсы. Одан кейін жаңа ағаш егу мәселесі бойынша да ағаштарын 6552 ағаш егді. 3000 ағаш егу керек болатын болса, 2 есе көбейіп отыр. Төле би ауданында да ағаштар егілген, 7354 ағаш егу керек болса, 7470 ағаш егді. Бұл жерде енді 5 ұңғыма қазу керек еді. Қазір Төле би ауданы 3 ұңғыма қазып, біреу сол жерде бұрыннан бар ұңғыма екен. Оны инвентаризациялап 4 ұңғыма болып тұр. Бұл кісілерде 63 метр мен 67 метр тереңдікте су шыққан. Жаңағыдай судың анализін алып, ертең тексеріп көреміз. Одан кейін мына тамшылатып суғару мәселесі. Осы жерде бұл кісілер кішкене жұмысты енді бастайын деп жатыр. Бірақ уақыттың тығыздығына байланысты тездету керек деп айтамын. Одан кейін жаңағы барлық аудандарға кейбір секторларды аралау барысында кейбір ағаштардың сынғаны анықталды. Сол желден емес, болмаса басқа біреулер сондай сынған ағаштар, соларды түгендеу жұмысын жүргізіп, қайтадан бір ауыстырып шығу керек. Бұдан бөлек жол бойына күлегетін құмыралар орнатылып жарықтандырылатын болады. Веложолдар төселіп, көшелерде жарық шамдар, қоқыс жәшіктері мен ыңғайлы орындықтар орнатылады. Бұл аумақтарда тұрақты түрде сенбілік жұмыстары жүргізілуде. Түркістан қала әкімдігіне қарасты бүгінгі таңда көпірден объездной дорогадан түсетін жолдан бойынша 1760 ағаштар егізген. Өзіңіз байқағандай базиса компаниясы үлгісімен ағаштар қоршау неғылды. Бұл ағаштар қосымша тағы актеп неғылып қойған. Следующий, келесі. Түркістан облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасында 4-ші аумақта бұл жерде 620 туа ағаштар егілген. Бәрі сирендер неғылған, бірақ актемеген себебі бұл жерге Жасыл Түркістан актеу қажет жоқ деп неғылды. Бұл енді тура парктың алдында болған екен. Аппарат жиынында айтылған баяндамаларды облыс әкімі мұқият тыңдап шықты. Әкімдер, басқармалар, әр бір өз секторларыңызды байқап отырыңыздар. Мәшен көзбояушылық сияқты егіп тастап кетсеңіздер, талды еккен екен, сол талдық келіп қарап,
қандай жағдайда суарыла ма, суарылмай ма, алып кетті ме, алып кетпеді ме, мүмкін біреу қиратып жатқан шығар қасында, мал жеп жатқан соның бәрін қарап отыратын қожайын болу керек. Сол үшін сіздер секторға бөліп, өстіп қадағалап, соншама уақыт бөліп, міне әр түп талға шейін мен тыңдап отырмын. Аруна Пернебек, Рамазан Абдуллаев, Қоғамдық телеарнасы.